Бүгін ұстаздардың дәстүрлі тамыз кеңесі өтті. Тамыз кеңесінің жұмысына Батыс Қазақстан облысының әкімі Нариман Төреғалиев пен сала ардагерлері, ардақты ұстаздар қатысты. Жиынға қатысқан аймақ басшысы ұстаздар қауымын тамыз кеңесінің ашылуымен құттықтап, алдағы оқу жылында ұстаздарға сәттілік тіледі. Балалардың сауаты мен болашағы үшін облыста білім саласында атқарылып жатырған игі істер баршылық. Облыс әкімі жеткен жетістіктер мен алдағы жоспарлар туралы айтып өтті. Қазіргі таңда білім берудің қолжетімділігі мен сапасын қамтамасыз ету өзекті мәселе. Осы бағытта білім саласының бюджет шығындары жылдан жылға артып, жаңа құрылыс, күрделі жөндеу жұмыстары, материалдық техникалық қамтамасыз ету шаралары алынуда. Ағымдағы жылы облыс бойынша 3 ауысымды және апатты мектептерді жою мақсатында 30 мектеп салу жоспарлануда. Осы жобаларды толық орындалған жағдайда 2024-25 26 жылдары облыстың 3 ауысымды мектептер мәселесін шешеміз деген жоспарымыз бар. Сонымен қатар, осы жобаларды жүзеге асуы 9 апатты мектептің биылғы жылы басталған, келесі жылға қалғандары жалғасады, шешу мүмкіндіктері туып отыр. Жайлы мектеп ұлттық жобасы аясында 2023-2024 жылға арналған 8100 орындық 9 мектептің құрылысы жүргізілуде. Бұл жолы тамыз кеңесі білім берудегі цифрлық инновациялар атты тақырыппен өтті. Жиында сөз алғандарда осы тақырыпқа сәйкес баяндамалар жасады. Кеңес барысында цифрлық технологияларды пайдалана отырып сабақ ұйымдастыру, тұлға тәрбиелеу, мектеп жұмысын ұйымдастыруда цифрлық технологияларды қолдану туралы кеңінен айтылды. Біздің басты мақсатымыз сапалы білім беру бірінші орында тұрған. Және де екінші осыған жанама, ол да басты мақсат деп айтып есептеуге болатын, ол баланың қауіпсіздігі деген сөзді айтады. Және де осы мақсатқа жету үшін, бір ғана басты мақсатқа жету үшін бірнеше негізгі міндеттер бар дейді. Оның біріншісі менеджмент. Осы менеджментті жақсы жолға қою арқылы, жақсы басшылар арқылы білім жүйесін жүйелі стратегиялық міндеттерді шеше алатындай оңтайлы етіп құрастыруды айтады. Біздің басшыларға жаңа талаптар қойылады. Жай ғана педагогикалық білім емес, басқару қабілеттері, мемлекеттік сатып алу заңдарын білуі, құрылыс ісінің этаптарын түсінуі, және оларды жақсы заманауи құралдармен қадағалай білуі қазіргі уақытта өте өзекті болып алға шығып отыр. Яғни қазіргі басшыларға қойылатын талаптардың бірі осы. Облыстағы білім беру ұйымдары ішінен оқ бойы озық шығып, үздік аталған мектептер бар. Оқу жылының алдында марапатталғандар өз қуаныштарымен бөлісті. Біздер Ақжайық ауданы Абай атындағы мектеп гимназиясы бүгін облыс көлемінде жыл сайын дәстүрлі өткізілетін үздік орта білім беру ұйымы байқауының жеңімпазы атанып, сертификатты иеленіп отырмыз. Бұл біздің ұжымымыздың, мектепте еңбек етіп жатқан әрбір педагогтың, қызметкердің үлкен еңбегінің нәтижесі деп білеміз. Біз ұжым болып бұған қуанып жатырмыз. Бұл жолғы тамыз кеңесінде де әдеттегідей үздіктер мен оза шапқандарды марапаттау рәсімі өтті. Облыс әкімі еңбек ардагері, орта білім беретін үздік ұйым Ыбырай Алтынсарин төсбелгісі секілді атаулы наградаларды ұстаздарға табыстады. Жанат Көшкінбай, Батыр Жамилев, Жайық пресс ақпарат агенттігі.